Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының кешегі тарихи кәсіпкерлерге қолдау ретінде заңға қол қою қуантады. Қанша енді сонау тоқырау заманнан есімізге алсақ, сол кезде де Нұрсұлтан Әбішұлының қолдауыменен 20% ғана салықты төледік. Одан кейін 30%-ға, 70%-ны әлі төлемей келе жатырмыз. Соның арқасында ауыл шаруашылығы, мен өзі ауыл шаруашылығы жағдайында айтайын, сондықтан аяғымыздан тік тұрып, бүгінгі дәрежеге жеттік. Енді әр нәрсе уақытымен. 20 жылдан кейін тағы бір сондай өзінің мезгілі уақыты келген жағдайда елбасы сол себеппенен мен өзім ойлаймын, сондай заңға өзгертіп қол қойып отыр. Одан енді күтетініміз жақсылық қана. Өйткені кәсіпкерлердің жағдайы жақсы болса, салық толық төленеді. Елдің де жағдайы, әлеуметтік жағдайға үкіметке де біз себемізді тигіземіз. Сондықтан соның бәрі мен өз ойым, жай қарапайым ойым. Мысалы, елбасының қай заңға да қол қойғанына біз қуанымыз көру.